жан-жақтарымыз atan аман болсын. Әр уақытта осындай қуаныштастырғанда ауызбіршілікпен осының басы берекелі болсын. Осы батырым қабыл болсын. Балалар енді біз бүгін үйге келген тапсырманы қайталап көрейік. Бірінші жаттығуды тартып көреміз. Кәне, бәріміз бірге тартып көрейік. Бір, екінші, бірінші. Грек-Рим күресіне қатысып жатыр. Үлкен үміт күтетін балаларымыздың біреуі келешекте Құдай қаласа Қазақстан Азия чемпионы, әлем чемпионы болуына үміт күтеміз. Біздің қазіргі балалардың ішіндегі озық өзінің қатарластарына қарағанда. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған. Бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған. Алатаудай алашымның, Қаратаудай баласымын. Қастерлі алашымның, қорғаймын бар асылын. Намысын қолдан бермес. Атамдан қалған қамшы бұл қазақтың байырғы құралы. Бұнда аталарымыз жаңағы әкем, оны әкесінен қалған бұл мұра есебінде сақтайды. Бұны жерге тастамаймыз. Бетте төрде отыратын. Бұны жерге тастауға болмайды. Екеуі де әжесінің қызы, алтын қыздары, сабақтарын жақсы оқиды, әжесінің айтқанына шықпайды, үлкенге құрмет, кішіге инабат деген, ол жағын жақсы ұстайды. Қызым, кітап ең құнды қазына. Біз кітап арқылы тіл байлығымызды көбейтеміз. Біздің Абай Құнанбаев атамыздың өлеңін жатқа білесің ба? Иә. Айта қойшы бір өлеңін. Әсемпаз болма әнге, әсемпаз болма әнге, өнерпаз болсан арт қалан, сене бір карпеш күнеге кетірін тап бар қалан. Жарайсың, Алина. Ертеде бір бөденемен түлкі жолдас болыпты.